Кәсіпкерлер ең жиі жіберетін 5 қателік. Даму қоры субсидиялайтын жеңілдетілген несиені алу үшін кәсіпкерлер мына 5 қателікті жиі жібереді. Олар: бірінші, дұрыс адреске бармайды. Мысалы, кейбір кәсіпкерлер үйінің немесе жұмысының жанындағы банк бөлушесіне барады, ал олар толық ақпаратты білмейді. Сондықтан болмайтын нәрсе екен деп қайтып кетеді. Әрине, бұл дұрыс емес. Себебі бірінші кезекте сіздер банктың бизнес клиенттерге қызмет көрсететін филиалдарына баруыңыз қажет. Яғни МСП, малый средний бизнеске қызмет көрсететін филиалдар болады. Онда филиалдар бір қалада біреу ғана болуы мүмкін. Онда филиалдардың адрестері әртүрлі. Сол үшін сіздер бірінші колл-центрге звондап, бизнес клиенттерге қызмет көрсететін филиал қайсысы екен анықтап, сосын ғана баруларыңыз қажет. Екінші, нулевка ИП, яғни бұрын нулевой отчет тапсырып жүрсеңіз немесе ИП-іңіз жаңадан ашылған болса, онда сізге несие беруі екі талай. Себебі сізде міндетті түрде тарих болу керек. Мысалы, 18 жастағы адамға ешкім кредит бермейді ғой, сол сияқты оларда отчисление, пенсионное отчисление қарайды, бұрын не істеген қарайды. Сол сияқты жаңадан ашылған немесе бұрын нулевой отчет тапсырылған ИП-ларға кредит беруі екі талай. Үшінші, кепіл, яғни залогтың болмауы. Көп адамдарда кепіл немесе сол залог болмайды, бірақ мемлекеттен берілетін несенің 90% кепілмен, сондықтан сіздерде залог болса, ол сіздерге үлкен плюс болады. Төртінші, көп адамдар продажамен айналысады, бірақ продажаға әзірше жеңілдетілген несие берілмейді. Негізі сіздерде экономикалық басым сала болу керек, сіздерде міндетті услуга болу керек, және ең крайний случай продуктовый магазин болуы қажет. Бесінші, нашар кредиттік тарих. Яғни көп адамдар жазады, кредит тарихым нашар, немесе счетым блокта деп жазады. Мұндай адамдарға өкінішке орай несие қарастырылмаған. Несие, грант, бизнес туралы ең пайдалы ақпараттар менің парақшамда.